Баршаңызға сәлем, Жайық IT стримға қош келдіңіздер. Менің атым Бекнар. Бұл стримда біз IT саласынан мамандарды шақырып, ол саланың не екенін, мансап жолын және нарық жайлы сөйлесетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырып фронт-энд девелопмент және қонақта Ақжолтай Дағжан мырза. Сұрақтарыңыз болса чатқа жазыңыздар, эфирдің соңында міндетті түрде қойылады. Онда сұрақтардан бастайық. Ең бірінші сұрағымыз таныстыру. Ат жөніңіз, қайдан келдіңіз, қайда оқыдыңыз, қайда жұмыс істейсіз? Мен есімім Ақжолтай. Керей деп тұр, бірақ Керей мен руым. Фамилиям Дағжан болады. Осы Алматы облысында туған. Университет КБТУ. КБТУда оқып бітірген бакалаврат. Содан кейін магистратура МУИТта оқыдым. Осы ИС саласында, ИС деген мамандық бар, информационный система. Өз мамандығым бойынша қазір жұмыс істеп жатырмын. Онда келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрағымыз фронт-энд девелопмент жайлы. Фронт-энд девелопмент деген жалпы не? Қай жерде қолданылады? Не үшін қолданылады? Біз жалпы фронт-энд деген ол бэкэнд пен фронт-эндті бөліп жара айтсақ, мысалы ол екі түрлі түсінік қой. Біреу бэк деген өзі арт жағы, көрінбейтін, фронт алды. Яғни біз көрінетін жағын істейміз. Жалпы бүкіл фронт iOS, Android, мобильный разработканың бәрін фронтқа кіргізіп жіберуге болады. Және вебті көбінесе қазір фронт деп вебті айтады, сондықтан фронт деп вебті айта берейік. Фронт жалпы біз тек браузермен жұмыс істейміз. Оның өзінің технологиялары бар әрине, бірақ технологиялары осы веб фронт пайда болғалы өзгерген жоқ. HTML, CSS, JavaScript, оның көп адам естіді деп ойлаймын. Жалпы осы фронт деген қысқаша айтқан кезде клиенттің интерфейсін жасайтын сала ғой. Клиентке ориентированный болады әрқашан. Түсінікті. Жаңа айтып кеттіңіз, HTML, CSS, JavaScript деп, онда фронт-энд девелопментта қолданылатын программалау тілдері туралы айта кетсек, қандай бар, қалай қолданылады? Жалпы осы ең басында JavaScript фронт пайда болғалы, ол JavaScript-пен өте қатты байланысты. Қазіргі бүкіл сайттардың 95% JavaScript-та жазылған деп айтуға болады. Енді басқа да тілдер бар. CoffeeScript дейді, TypeScript, оның бәрі бірақ JavaScript-ке айналады да. Браузер тек JavaScript-ті түсінеді қазір жағдайда. Көп жағдайда осыған дейін Python пайда болды. Осы кезінде Python бір өте қатты популярны болып кетті. Сол кезде Python-ды қолданғысы келді. Вебте таза JavaScript алып тастап, бэкте Python, фронтта Python-да жазғысы келді. Ruby'ді популярный кезінде де Ruby'ді қолданғысы келді. Ал қазір болса, соңғы кездері Google Dart-ты қолданғысы келіп отыр. Dart енді естіген боларсыздар, ол Dart мобильный разработкада қазір өте жақсы өсіп келеді. Сол Dart-ты да қолданғысы келеді, Go-ды да қолданғысы келіп отқан адамдар бар деген сияқты. Жалпы мәселе ауыстыруда емес, жалпы JavaScript өзінің несін өзінің шаруасын өте жақсы атқарып отыр деп айтуға болады. Яғни JavaScript өзгермейді. JavaScript тілін білсек, біз фронтта міндетті түрде осы жақын примерно бір 10 жылда жұмыс табамыз деп ойлаймын. Солай. Рахмет. Онда JavaScript-қа кішкене көңіл бөлейік. Қазіргі кезде 3 ең андай аты шыққан әйгілі фреймворктар бар. Ол React, Vue, Angular. Көптеген сұрақтар пайда болады. Қайсысын оқыған дұрыс, қайсысы жеңіл дегенде осы сұраққа жауап беріп кетсек. Бізде жалпы JavaScript-те осындай бір жалпы IT саласында осындай бір өзінің бір әзілі бар. Бүкіл нәрсені алады да. Мысалы, Coffee дейді да, JS. Мысалы, iPhone JS деген сияқты JS қоса береді да. Сөйтіп бүкіл қандай термин, қандай жаңа сөз шығады, қасына JS қосып, әйтеуір фреймворк жасап жатыр деп айтады да.
кім JavaScript біледі, бәрі фреймворк жасайды деген өз әзілі бар. Жалпы шынымен фреймворк өте көп JavaScript-те. JavaScript бұл жерде ең басынан айтатын болсақ, ең бірінші 2009-дарда тек jQuery болып десек, қазір 2010-нан бастап өте көптеген фреймворктар бар. Әрине, ол өзінің көп болған жағдайда сапа бар ғой. Қазір ең жақсы фреймворктар енді 3 фреймворк. Ең біріншісі React, Vue, сосын Angular. Осы үшеуі өте жақсы қазір дамып келе жатыр. 2006-та jQuery деген не пайда болды, фреймворк пайда болды. Фреймворк деп айтуға болады, ол функциялардың жинағы деп айтайықшы. Мысалы, DOM деген жаңа HTML-мен жұмыс істейтін функциялардың жинағын jQuery жасап қойды. Мен оны қолдандым кезінде. Маған өзіме өте қатты ұнайды. jQuery-ді қазірдің сол мен 2016-та жұмыс істеп бастаған кезде jQuery-мен жасалған сайттар 90% дейді. Ол өте jQuery-дің өте қатты танымал болған дәлелдейді және өте қолданысқа оңай екенін көрсетеді. Одан кейін ол 2010-да Angular.js деген пайда болды, Google разработчиктер жасады. Енді оған дейін Ember.js, Backbone.js деген өте қатты ондай танымал емес көптеген фреймворктар бар, бірақ олардың өзінің несін өте қатты танымал бола алмады. Енді Angular.js 2010-да пайда болды, өте қатты танымал болып кетті. Бірақ олар тоқтатамыз деді 2013-те. Тоқтатамыз деді, бірден жаңа версиясын жазамыз деді, осы Angular 1-ді тоқтатамыз деді разработкасын. Яғни Angular 1-ді біз қолданамайтын болып қалғандықтан көбісінде Angular 1-ге разочарование болып қалды. 2013-те React пайда болды. React деген Facebook компаниясының өзінің ішінде жасалып жатқан басында, соның ішінде қолданылған React. Одан кейін барып 2013-те бәріне жариялаған соң, бүкіл әлемге жарияланғаннан кейін барлығы React ұнатып қалды бірден. Angular 1 тоқтады, Angular 2 жасалына бастады. 2016-та Angular 2 шықты TypeScript-пен. TypeScript дегенді тоже айта кетейін. TypeScript деген ол тура JavaScript, бірақ типизированный. JavaScript-дің жалпы өзінің минусы деп айтады. Ол жерде типизация жоқ. Мысалы сіз Бекнар, сіз Kotlin-де жазасыз, жоқ, неде жазасыз, Swift-те жазасыз ғой? Swift-та мысалы басқа да тілдерде бірден типизациямен жазады. Бүкіл жерде. Ал фронтта, мысалы мен бастаған кезде, TypeScript болмай тұрған кезде біз типизация деген жоқ болатын. Ол өте өзіме де қатты әсер етті. Ең басында үйрену қиын болды TypeScript-ке. Жаңа типизациямен open қолданбайтынбыз басында. Сөйтіп Angular 2 ол бірден TypeScript-пен жасалынды 2016-та, бірақ ол өзінің популярностін көбейте алмады Angular 1 сияқты. Бірден көтеріле алмады. Себебі React пайда болды. Бәрі React-та көшіп кетті. React-та үйрену өте оңай болды. Және кейін барып 2014-те Vue пайда болды. Қазір Vue-дің уже 3-ші версиясы бар. Vue-да жақсы көтеріліп келе жатыр. Бірақ Vue-дің артында тұрған үлкен компаниялар жоқ. Жаңа айтқандай Angular-да Google тұр, Facebook-та React тұр. Осындай фреймворк жайлы айтсақ, осылай болады. GitHub-тағы неге жұлдыздарға қарасақ, Vue-да 180 мың, React-та 165 мың, Angular-да 70 мың екен. Осы 2020-да Vue өте қатты React-та басып озды жұлдыздарсынан. Мен де қарап отырмын. Бізде жалпы фронтта әрқашан осындай дискуссия болады, қайсы мықты Angular ма, React па, Vue ма деген сияқты. Негізі мен өзім бойынша қайсын таңдаса да адамға бәрібір. Әрқайсының өзінің плюсы мен минусы бар. React пен Angular екеуі өте қатты ұқсамайды бір-біріне. Бірақ Vue болса екеуінен де алғанда плюсын. Vue кейінірек шықты ғой. Angular мен React-тан да плюсын алғанда, Vue былайша айтқанда минустарын көру қиын. Бірақ Vue-дің ең үлкен минусы бар, оның артында үлкен компания жоқ.
егер ол жақтағы адамдар нетпесе, тоқтатамыз десе, ары қарай оны алып кететін ешкім жоқ. Сол үшін мен вьюға көшкен жоқпын. Вьюді бірақ бір қарап шықтым. Мысалы, Angular'ды білем, React'ты білем, бірақ өзіме соңғы кездер React ұнап жүр. React'та оңай жазған. Angular'да жазу үшін бәрін көп нәрсені білу керек. Бірақ вьюдің артында Alibaba мен Baidu тұр ғой, Қытайлар тұр ғой. Қытайлар десе, кішкене сенімсіз қараймын. View туралы өте андай дейді, simple дейді да, жеңіл, және flexible дейді. Сол үшін оны оқу жеңіл дейді. Сондай. Мысалы, біздің Қазақстан бойынша React алдыңғы орында сұраныстарда. View'ді көп ешкім білмейді. Ал шетелдерде Angular ақырындап қалып баратыр. Енді Vue мен React қой қазір соңғы кездері екеуі өте қатты таласып келе жатыр. Vue алса да, React алса да нормально деп ойлаймын. Ең бастысы мына бізде JavaScript-та мысалы juniорлар, жаңадан бастаған адамдар фронт фреймворкқа қатты қарап кетеді да. Бұл бір проблемалардың бірі да. Солар туралы қатты оқып кетеді да. Ал жалпы негізі ең бірінші JavaScript-тің өзін углубленно оқу керек та, тілді. Өзінің жаңағы кейбір білу керек нәрселер бар. Соларды білсе, ары қарай үш фреймворкты үйрену қиын емес. Жақсы, рахмет. Онда сіздің өзіңіздің тарихыңызға келсек, фронтендке қалай келдіңіз? Неден басталды өзі? Жалпы программирование мен 9-шы сыныптан білдім. Бізде сабақ өтті. Жақсы C++-да жазып үйрендік. Одан кейін 10-шы сыныпта сайт жасап үйрендік. Лендинг пейджер, верстка, CSS, HTML, JavaScript не екенін ұқтық. Сол кезде маған өте қатты ұнаған. Бірақ мен ары қарай алып кеткен жоқпын. Тек осыған барам ғой деп ойлап жүрдім. Ең бір шешуші кезең 2-ші курста болды. Менің бір ұстазым дейікші, өзімнен 2 жас үлкен. Ал бізге практикадан берді да, веб девелопмент деген сабақ болды бізде. Сол кезде Шухрат деген жер. КБТУ-да бізге бір тапсырма берді. Бір сайтты верстка жасап келіңдер деп. Сөйтіп жасап келдім мен. Негізі ондай қатты уақыт кетті, бірақ ондай қазіргі көзбен қарасам ондай қатты қиын емес. Бірақ өзіме бір қиын сияқты, бір әдемі болып көрінді, жасадым. Барып көрсетсем, жаңа Шухрат деген жер көрінді тағы. Мынау деген күшті нәрсе ғой деп бәрін көзінше мені мақтайды. Өзім де түсінбедім, қалай деп. Өте жай нәрсе. Бәрін маған айтады, осыны тастама, бұл сенің қолыңнан келеді, осыны жалғастыр дейді. Сол сәт есімде, сол мен точно осы фронтқа барам деп шештім. Жалпы осы фронт жағына осылай келдім. Солай. Жақсы. Мынандай бір қызық сұрақ туындап тұр. Біздің IT мамандықтың қандай плюстары мен минустары бар? Фронтендтің минусын да айтып берсеңіз болады. IT мамандықта минустар мен басында программист болам деген кезде 11-ші сыныпта ойлап жүретін, осы программист болам, бірақ қалай болады екен? Күні бойы отырған қалай болады екен компьютердің алдында деп ойлайтын да. Бірақ қазір қарап отырсам, журналистер де, бухгалтерлер де бәрі отырады да, бізден көп отырады компьютерде. Қазір нормально, ол минусқа саналмайды деп ойладым да қазір. Кішкене жалпы айтишниктер көп сөйлемейді, өзінің бір әлемі бар деп айтады ғой. Бірақ ол да бір кейде жақсы. Өзің әлеміне кіріп, наушник тағып, код еткен кейбір адамдар ол жақсы. Мен де көп шыдамадым оған. Себебі мен кішкене сөйлесуге, активный образ жизньде сондайға жалпы жақын адам болғандықтан маған көп ұнамады. 2018-де кішкене жалып кеткен кездер болды, бірақ Құдайға шүкір мен не болып,
тимлид болып ар жақта стажерлар дайындап сөйтіп сәл отыра беруден гөрі адамдармен кішкене қарым қатынас көбейе бастағандықтан ол минус уже алынып тасталды менде. Минустарын ғана сұрадыңыз да? Плюстарын да айта кетейік. Плюстарын енді мен минустарын қатты ойлаған жоқпын. Егер ойлай берсек, плюстары көп сияқты. Плюсы енді мен шығармашылыққа да жақынмын кезінде. Сурет салған ұнататынымды, сондықтан маған былай интерфейс жасаймын. Сосын оны біреуге көрсетемін, өзім бүйтіп қараймын да, рахаттанып отыратын кездер болады. Мысалы жасаймын да, мен жасадым ғой деген сияқты. Дизайнер жасап берді, бірақ оны жасаудың өзі қиын ғой, соны қайталап. Бір сурет салған сияқты да. Өзі бір андай басында ойламайтын, бірақ қазір өзім жұмысыма шығармашылық ретінде қараймын да. Мысалы дизайнер жасамаған анимацияны өзім қосып қоямын деген сияқты. Осындай бір күшті жағы бар, шығармашылық жағы. Осы ең үлкен плюс деп айтамын. Ақша жағын айтпай кеттіңіз ғой. Оны айтпай қойық. Оған келеміз ғой. Онда келесі сұрақ, фронтенд девелопменттің мансап жолы неден өзі басталады, қалай көтерілсе болады? Содан кейін көтерілу үшін қандай қабілет маңызды? Мен өзім былай байқадым, фронтенд болу үшін көп жағдайда не болады екен? Верстка жасауды, ең қиыны верстка жасау. Қалғандар бәрі бэкенд сияқты деп айтуға болады. Код жазу. Ана жақта класс создавать етесің, кәдімгі программирование. Енді екінші жағы бар. Фронтте осындай екіге бөлуге болады. Верстка жағы бар. Ол жерде сурет саласың былайша айтқанда. Пиксельдерді есептейсің. Ана жақта бордер радиус деген сияқты цветтермен жұмыс істейсің, түстермен. Жалпы соған шыдамды болса адам фронтқа бірден келе алады деп ойлаймын. Себебі мен стажерлармен жұмыс істеген кезде байқадым, бірден соны сұраймын. Егер ол жоқ, верстка ұнамайды десе, оған фронтенд болу қиындау. Ал егер айтса жоқ, маған ұнайды десе, мысалы, ол уже ары қарай оңай болып кетеді. Енді мансап жолы дегенде жалпы IT саласындағы мансапты айта кетсем, бізде балаларда кішкене не бар, дұрыс емес түсінік бар. Бізде бұрында айтушы еді ғой, осы кішкентай кезде сен жақсы оқы, кейін жұмыс табылады деп. Бірақ негізі бізде көп жақсы оқыған балалар бар, бірақ жұмыс таппаған кездер болды. Мәселе ода емес екен. Өзім байқадым, бізде айтишниктерді былай жалпы IT саласында қазір фронтенд болсын, бэк болсын, iOS, қайсында да адамдар жетісіп жатқан жоқ, жетіспей жатыр. Тек Қазақстан емес, тіпті ақш-та да сондай да. Сондықтан кез келген компанияға барып стажер болуға болады. Тіпті сен опытың болмаса да, ешқандай жерде оқымасаң да барып, мен стажер болғым келеді деп айтсаң, көп жағдайда алады. Стажер дайындайтын өзінің нелері бар, курстары бар деген сияқты. Өздерінің компанияға байланысты. Кейбір компаниялар стажер алмайды. Сөйтіп стажер болып, 2-3 айдан кейін уже қабілетіңе байланысты, өзің қабілетіңе байланысты. Егер жас болсаң, студент болсаң, сол IT саласында оқып жатсаң, жылдан болады, кіру оңай болады да. 1-2 айда уже жұмыс қалады. Жұмыс қалады, ары қарай уже нелерді тапсырмалар дұрыс орындап, өзіңді ары қарай дамытып отырсаң, уже осы салада мықты маман болып шыға келеді. Қабілеттер туралы айта кетейік. Hard skills пен soft skills деп екіге бөлінеді. Сол жайлы. Мен hard skills пен skills'ты айтпас бұрын, soft skills'ты айтпас бұрын, мен жалпы junior мен middle'ды айта кетейін.
айта кетейік. Juniorға не керек болады? Жаңа мансап бойынша жалғастырып кетіп жатырмыз ғой. Ең бірінші жаңа стажер болса адам, екіншісі енді junior болады. Junior болған ұмтылу керек. Junior деген жаңа младший разработчик дейді. Оған ол жерде әр неде жұмыста да hard skill мен soft skills керек болады әрине. Hard skills деген жаңа сол сала бойынша білімі, ал soft деген ол коммуникация, адамдармен жұмыс қой. Juniorда енді hard skills бізде Қазақстанда да резюмелерді қарап отырсаңыздар, шетелде де өте көп не жазады, список жазады. Гид білу керек, мына бәрін список өте көп. Енді мен ең керектерін айтып көрейін. Бізде жалпы HTML, CSS деп айттық, HTML, CSS, JavaScript, осылардың базовый ең керек нәрселерін білсе болды. Одан кейін міндетті түрде гидті білсе, осы төртеуін білсе, жақсы білсе, осы жетіп отыр. Және CSS препроцессорлерді білу қазір өте қатты маңызды емес, бірақ оны былай теория жүзінде де білсе болады. Мысалы, LESS, SAS деген препроцессорлар бар. Олар CSS-ті кішкене оңайлататын нелер ғой. Препроцессор деген препроцессор жоқ. Ал енді фреймворктар бойынша осы жаңа React, Vue, Angular үшеуінің біреуін білсе, базовый уровеньде білсе, бір компонентті жасап үйренсе, бір сайтты верстка жасай алса, соның өзі жетіп отыр. Мен juniorда hard skills осы ғана негізі. Ана жақта NPM, Webpack, соның бәрін білу керек деген, ол уже middle-ға кетіп қалады. Juniorға ол керек емес. Мен middle-ға айта кетейік, осы juniorдан білетін заттарын мықты білу керек. Осылардың бәрін өзінің ішіндегісін қандай под капотын дейді ғой, бүкілін білу керек. Және бандлерлерді білу керек, жаңағы Webpack дегендер. Webpack, қазір Snowpack деген шығып отыр жаңадан. Соларды қарап отыру керек, жалпы Newsers болып отыр деген сияқтылар. Және Package Manager дегендер бар, Yarn, NPM дегендер. Бұл уже кішкене қосымша заттар ғой, Yarn, NPM. Сосын тестировканы білу керек. Тестировкада Jest, Enzyme, Karma деген өте көп нелер бар, дайын фреймворктар бар, библиотекалар бар. Және қосымша, бұл енді қосымша кімге ұнайды? Графиканы дамытса болады өзін. Бұл енді ана жақта неше түрлі сайттар бар ғой, анимациямен немесе game development болуы мүмкін ана жақта. SVG, Canvas дегендер білсе. Енді бұның бәрін хардты айтып шықтым. Енді софт бойынша бізде juniorға self-management деп айтады. Жалпы өзінің өзі дамыта алу қабілеті, өзін өзі басқара алу және ағылшын тілін міндетті түрде білу керек. Ол өте қатты маңызды. Себебі бізде барлық Google ету бәрі ағылшынша. Бізде басында орысша Google ету, сосын барып үйреніп алдық, ағылшынша қалай Google ету керек. Google етудің өзі өнер ғой жалпы. Керісетін шығар бәрі. Дұрыс Google ету өте маңызды. Одан кейін енді soft skills-қа мен middle-ға жалпы тағы да нәрселерді қосып жүреді. Scrum, командный жұмыс істей алу керек. Жаңа адамдармен қарым-қатынас өте қатты маңызды ол жерде. Бизнеспен сөйлесе алу керек. Бизнес дегенде мысалы бизнес жағын түсіну керек. Бизнеске не керек, соның бәрін түсініп, соған қорытынды жасай алу керек. Солай. Рахмет. Онда жалақы туралы айта кетейік. Шамамен Қазақстан бойынша, мысалы, juniorдың жалақысы қанша, middle'дың жалақысы қанша, және seniorдың? Жақында Google көріп көрдім. Жалпы Қазақстанда бұл қаншалықты рас екен білмеймін, бірақ орташа жалақы 220 мың теңге дейді, айлық. 220 мың теңге айына. Орташа, бүкіл жәрмен орташа. Ал енді Ресейде қарадым, бұл жерде 430-дан 580-ге арасында екен орташа жалақы. Ресейде кішкене жоғары болып тұр осында. Әрине өмір сүру деңгейі де кішкене жоғары шығар. Мүмкін бұл Мәскеуде сол қаладағы шығар.
Жалпы сондай, примерно Қазақстанда, ал енді Американыкін қарадым. Америкада енді біраз жылына 60-тан басталады да, 60 ол уже джуниорға, джуниор 60 мың доллар береді екен жылына. Және мидлға 90-ға дейін береді екен, 90 мың долларға дейін. Бұл жерде орташа жалақының бәрі негізі бэкенд разработчиктерден сәл төмен. Бірақ бұл деген сөз бәрі бэкенд болу керек деген мағынада емес. Жалпы айлық IT саласында бәрінде самалас қой, бәрі бір-біріне жақын. Сондықтан жалпы IT саласына барғанда, главный IT саласына келу керек, ары қарай уже өзің айлық керек болса, жақсы айлық керек болса IT-ға келу керек. Ал енді қалғандары өзіңнің таңдауың. Саған ұнайды, ұнамайды деген. Бәрін көріп шығу керек. Мен де мысалы басында мамандық таңдай алмай жүрген кезде бірінші курста бәрін көріп шықтым. Өзіме жүрегіме жақын деймін ба, фронтенд жақын болып шықтым. Солай. Рахмет. Жаңа өзіңіз айта кеттіңіз, неге стажерлар келді деп компанияға. Алапыста сіз қой, дұрыс қой? Алапысқа стажерлар келген, соларға ментор болдыңыз. Сол ментор болғаныңыз жайлы біраз қандай өзі опыт алдыңыз? Мен Алапыста істеймін, Алапыс Azimut Solutions қазіргі кезде. Бірақ стажерлар дайындаған кезде мен басқа компанияда болдым, осының алдындағы. Ол жерде осы 2019-дың көктемнен бастап бізге стажерлар келе бастады, біз оларды дайындап шықтық. Жалпы сол кезде енді былай айтылады ғой, мысалы бір білімді жалпы жақсы білу үшін сен бір оны түсіндір деп айтады ғой. Сол сияқты мен енді ол кезде опытым, жаңағы тәжірибем аз болса да, әйтеуір стажерларға түсіндіргендей болдым. Және егер өзім қатем болса, содан кейін өзім білімді арттырдым деп есептеймін. Маған өте көп пайда әкелді ол. Стажерлардың ең бірінші байқағаным, жалпы Қазақстанда жалпы қазақтар кішкене өзіне сенімді емес та, менталитет бойынша кішкене сенімсіз болады, жаңағы келіп нәрсені сұрауға ұялады, бір жай нәрсені мынау тупой сұрақ қойып жатырмын демес үшін деп сұрақ қоймай қалады. Жалпы өзінің адам қасиетіне байланысты болып тұр ғой сонда. Сондай бір минустарды байқадым біздің қазақтың менталитетіндегі. Жалпы осыларды, осы ұялу дегендер жеңсе, біздің балалар, жастар осы IT саласында мықты болып кетеді деп ойлаймын. Балалар дайындаған кезде мен өте көп өзім үшін көп тәжірибе алдым. Жаңа soft skills деп айттық қой, ол team leadқа да жалпы өте керек не ғой, жаңағы осы soft skills'ымды қатты дамытып алдым. Бірақ кейде осы стажерлар дайындап жатқан кезде мен мынандай ой келді, өзім көп отырамай кеттім да, маған қайта келеді, сұрақпен келеді, оларға түсіндіру керек деген сияқты. Сол кезде өзім отырып код етейінші деп, сондай саған қалдым да, код етіп. Сондай қызық болған. Онда келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ бізде. Қазіргі кезде осы бәріміз коронавирус үшін удаленкаға шығып, үйде жұмыс істейтін болдық. Үйде жұмыс істеп, фриланстың қандай екенін түсіндік деп айтсақ та болады. Сол үшін сұрақ мынандай. Негізі не жақсы, фриланс жақсы ма, әлде тұрақты жұмыс жақсы ма, ол деңгейге қалай әсер етеді? Қандай себеппен? Мен студент болып жүрген кезде фриланс жасап көрдім. Фриланс қалай екенін түсіндім жалпы. Өзім енді
дисциплинам ондай қатты мықты емес, сондықтан маған фриланс болып жұмыс істеу қиын болды. Бұл жерде фриланс пен жаңағы тұрақты жұмыстың айырмашылығын айтатын болсақ, ол жерде ең бірінші сол дисциплина бар. Ол адам өзіне байланысты деп ойлаймын. Бірақ фриланспен жұмыс істейтін адамдарды білемін, таныстар бар, бірақ олардың деңгейі ондай мықты емес. Мен содан ғана қорытынды жасадым деп айтуға болады. Және мынандай бір не бар да, үлкен плюс бар да, жаңағы тұрақты жұмыста сен сияқты разработчиктер бар. Сенен мықты балалар болады, солардан тәжірибе бөлісесің, олардың қасында отырып-ақ сен сондай бір не аласың, шабыт аласың. Сен деңгейің бірден жақсы көтеріледі. Кез келген сұрақ қойып, сен ары қарай дами бересің да. Сондықтан мен өзім ойымша фрилансқа қарағанда тұрақты жұмыста істеген жақсы. Бастапқы junior мықты көтеріп алуға дейін. Бірақ бізде IT саласы жалпы күнде өзгеріп жатыр ғой, сондықтан бір деңгейге жетіп, ары қарай үйде жұмыс істей берейін, жаңағы фриланс жасай берейін. Уже білем ғой барлық нәрсені деп өйтіп айту қиын. Сондықтан әрқашан біз тонуста болуымыз керек. Әрқашан бір жаңа нәрсе үйреніп, мысалы мен өзім компаниямда бір Алихан деген жігітті айтып кетсем, ол 19 жаста қазір. 19 жаста тимлид деп айтып, тимлид 19 жаста 12 жасынан бастап жұмыс істеген. Сондай мықты жігіт та. Яғни айтайын деген, сондай жастар келе жатыр да. Біз 30-ға жеткен кезде 19 жастағы балалар келеді да. Олар жаңа нәрсе әкеледі. Біз солармен бірге жүруіміз керек та, тонуста болуымыз керек. Сондықтан фриланспен тоқтап қалмау керек. Рахмет. Келесі сұраққа көшейік. Университеттер туралы айта кетсек, білім системасы жайлы. Университетте керек білім алдыңыз ба? Қазір соның қанша пайызы көмектесіп жатыр сізге? Жалпы мен өзімді 19 жасар баламен салыстырып көрейін. Мен өзім мектепті 11-ші сыныпқа дейін оқыдым. Одан кейін КБТУ бакалаврға түстім, 4 жыл оқыдым. Сосын барып жұмыс істедім да. Ал енді ана жігіт болса, ол еш жерде оқымай-ақ бірден жұмыс істеп кетті да. Енді айырмашылығымыз, ол менен мықты деп айта аламын. Өзі узкий специалист қой. Ал мен болсам, информация басында өте көп та, басқа да. Біз басқа да сабақтар өте көп оқыдық. Универде бізде тек қана программирование болған жоқ қой. Тарих, орыс тілі деген сияқты өте көп сабақтар болды. Жалпы біздің білім системаның проблемасын көтеріп отырық қой мұнда. Жалпы өзіме көп нәрсе берді университет, бірақ бәрі маған қазір пайдалы деп айта алмаймын. Примерно 10% қолданып жатырмын деп айтайын. Қазір сол кезде оқыған 10% ғана. Қалғандарын өте көп нәрсесі артық білім ретінде қалды. Кругозор, для кругозора болып қалды. Оны енді пайдасыз деп айтуға болмайтын шығар. Дәл осыдан келесі сұраққа көшейік. Жаңағы 19 жасар баланы еске алып, сонда универ оқымай фронтенд девелопер болуға болады ма? Жалпы тек фронтенд емес, бүкіл жалпы программист болуға болады оқымай. Бізде 12 жастан бастап жұмыс істесе, оған енді біреу жол бастап жол берген ғой. Біреу көрсеткен ғой, осыны көр деп. Яғни бізде бұл университетте оқымай-ақ жұмыс істеу сәл қиын болады. Бәрін оған көрсететін адам керек та, міндетті түрде ментор болу керек та.
Сондықтан мен қазір өзім де сондай рөлді өзіме алып жүрмін. Кез келген туыстарыма өзімнен кіші енді ғана өзінің мамандығын таңдай алмай жүрген балалардың бәріне айтамын, IT саласын таңда, сосын маған хабарлас деп, жалпы өзім бір нәрсе көрсетіп беремін деген сияқты жол бастап әрқашан айтып отырамын деп. Жалпы иә, ментор тауып алу керек, ол өте соны тапса универ керек емес деп айтушы едім мен. Сосын жаңағы қосып жіберейін, бізде айттым ғой, универде 10% ғана қолданып жатырмын деп. Мен 2013-те түсіп 2017-те бітірдім. Енді қазір сұрастырамын балалардан, жалпы қазіргі танымал нелерді қолдана ма дедім да. Жалпы React болсын, Angular болсын, осы сабақтар беріледі екен қазір. Ол өте жақсы, қазір именно КБТУ-да айтып отырмын. Солай заманға сай технологияларды өту керек та біздің балаларға, универге қатысты осындай ой бар. MUIT-та Flutter үйретеді деп естігем. Ол да жақсы. Керемет. Қазіргі компанияңыз туралы айта кетсек, әріптестеріңіз қай универден? Жалпы осы 2010 жалпы бітіргеннен бастап жұмыс істегелі мен сұрастырамын ғой, енді әріптестеріме сұраған сайын көбісі 90% 3 универден болады. Мысалы Алматыдағы КБТУ, MUIT, одан кейін СДУ. Осы үшеуінен болады. Енді алдында сол кезде бір қараған, жалпы IT университеттер бізде көп екен. Солар қайда деп сұрақ туындайды сол кезде. 90% үш универден болса, қалғандар қайда деген. Осы үш универде үшеу бір-бірімен жақсы жарысып келе жатыр. Енді байқап отырмын, енді осы Назарбаев университетінен бітіріп келген балалар келіп отыр бізге. Енді үміт сода, енді сол жақтан жақсы мықты балалар келіп деп ойлаймын. Назарбаев университетін бітіретіндер сразу Google-ға кетеді олар. Қазақстанда жұмыс істемейді олар. Онда біздің тізім бойынша ең соңғы сұрақ. Сіздің ойыңызша қандай адам фронт-энд девелопер бола алады? Адамда қандай қабілет болу керек? Қабілет, жаңа айтқан сияқтымын, бұл сұраққа жауап. Жаңағы көре алу керек қой, жаңағы нелерді, пиксельдер жасай алу керек, пиксельдерді есептеп отыруға шыдамы жету керек та, вершканы жасап. Сурет сала алу керек деп айтпаймын, бірақ жаңағыдай UX деген ол user experience қой, жалпы қолданушыға интерфейс жасай алу қабілеті болу керек та, соны ары қарай тіпті дамыту керек. Жалпы сәл ғана сондай қабілеті болса, ол фронт-энд болады. Енді қалғандары бәрі бэкэндке ұқсайды деп айттым, жаңа код жазудың өзі. Сосын мынандай байқадым, бізде фронт-эндшіктер бэкэнд болу қиындау, ал бэкэндтерге фронт-энд болу оңайырақ. Білем неге ондай екен, ол жағын енді нақты осындай деп айта алмаймын, бірақ шынымен сондай тренд бар, бэкэнд разработчиктер андасында фронт жаза салады, үйреніп кетеді оңай. Фронт-эндерлер ол қиындау. Жалпы сұрақ қай жаққа барам деп жүрген сұрағы болса адамдарда, мен бәрін айтам, бәрін көр дедім, аздап. Фронтты да көр, iOS-ты да көр, Android, бэкті да көр. Қайсы ұнайды, соған бар деп айтам. Сол ең басты шыдамдылық қой. Усидчивость дейді ғой. Осы әдемі келеді. Біздің сұрақтар бітті, онда чатқа көшейік. Мобайл девпен айналысып едіңіз ба? Мен мобайл девпен жоқ айналысқан жоқпын. Былай көрдім, басын. Универде оқыдық, сосын бір-екі приложение өзім жасауға тырысып көрдім. Бірақ маған ұнамады, бір кішкентай сияқты болып көрінді. Кішкентай соткада отырғым келмеді. Компьютерде ақы отыра бергім келді.
Алап Steam вакансиялары қайда шығарады дейді. Алап Steam вакансиялары. Бірақ олар HeadHunter'ге шығару керек. Нақты білмейді екенмін. Бірақ міндетті түрде шығару керек. Маған хабарлассын егер вакансия бізге керексе. Фронтенд девелопмент стажировкаға қалай тапсақ болады студенттерге? Қалай тапсақ болады? Қазақстанда, Алматыда қазір көп ондай нелер. Колеса өзінде не өткізеді, стажировка өткізеді. Одан кейін Чокода болатын бұрында, қазір білмеймін бар ма. Жалпы қарап көру керек. Тіпті стажировка деп іздемей-ақ қойсын, вакансия деп іздей берсін. Оларға айтарым. Вакансия деп іздей беріп, хабарласып, сіздерде не бар ма деп, стажировка бар ма деп хабарласу керек. Және андай танымал емес компанияларға барып керек емес деп ойлаймын, себебі бұл жерде қандай деңгейдегі разработчиктер бар екен білмейміз ғой. Жалпы жаңағыдай қазір Қазақстанда IT мықты дамытып келе жатқан Каспи, Колеса, Чоко, Дар, сосын тағы біздің компания. Жалпы солар бар. Осы компаниялар бар. ЕПАМ бар, тағы да Астанада бір компания бар. БТС бар, One Technologies. Жалпы сондай танымал компанияларға нете беру керек. Хабарласып көре беру керек бәріне. Онда келесі сұрақ. Кодинг процесс қалай болады? Мысалы, есеп берілді, соны инеттен көріп, қайта жазамыз, қолды жаттықтырады. Ал оның логикасы қалай білу керек, қалай түсіну керек? Есеп шығару жайлы ғой, мен түсінгенше. Логиканы қалай дамыту керек деген сияқты. Жалпы мен де есеммен қатысып көрдім, үшінші курста. Есеп шығару деген ең бірінші разработчиктер, программист жалпы соны үйрену керек. Өте көп нелер бар, ресурстар бар. Жалпы LeetCode деген бар. ECM жалпы кодпен үйрететін сондай ресурстар бар. Жалпы қазір есіме түсіп отырған LeetCode ғана бар. Сондай ресурстарға кіресіз, есептерді қарайсыз, шығарасыз. Аяқты CodeForces бар, соларды, сол есептерді қарап, решениесін қарап салыстырып көресіз ғой сонымен. Бірден решение жазу қиын болса, мысалы, өзіңіз деңгейіңізде есеп таңдайсыз, одан кейін решениелерін қарайсыз, басқалар қайтып шығарып. Сөйтіп пример ретінде қарап сөйтіп шығаруға болады, жалпы. YouTube-та немесе басқа да Хан Академия соларда да нетуге болады. Курстар өтіп шығуы болады программирование жалпы. Бітіретін студенттерге қандай advice айтасыз? Не нәрсе үлгеріп қалу керек, именно мамандық жағынан? Жақсырақ. Жалпы бітіретін дегенде мен айтар едім, бірінші курстан бастап өзінің қайда баратыныңды ойлау керек деп айтам. Себебі сен уже бірінші курста келдің, сен уже мамансың деп ойлаймын да мен. Сен уже мамансың, сол мамандыққа оқып жатсың. Сен барып стажировка өту керексің деген сияқты. Ал енді 4 курста бітірмей жатып, сол 4 курста үлгеріп қалу керек ең бірінші нәрсе ол саланы таңдау ғой. Себебі жалпы 4 курс бітірген кезде адамдарда мынандай болады, бітіп қалады да енді студенттік өмір. Не істерін білмей қалады, и кішкене стресске кіріп кетуі мүмкін да, сондықтан бітірмей жатып ойланып тастау керек та, қайда баратын? Бэкенд па, фронт па деген сияқты. 4 жыл уақыт берілді, соның бәрінде үлгеру керек, сол таңдап қай саланы екен. Одан кейін үлгеріп қалу керек нәрсе тағы осы мұғалімдермен жақсы болу керек. Мұғалімдерді өзінің менторын ретінде қабылдап, солардың кеңестерін тыңдау керек та. Бұл екінші нәрсе. Олар да жақсы кеңестер айтады, найқабар деген сияқты. Былай істе деп. Тіпті бізде өзімнің тәжірибемде бар. Мен өзімнің мұғалімдеріммен қазірдің өзінде бір компанияда жұмыс істейміз. Бір проекттерде бармыз. Ол өте жақсы да, себебі
сен ол мұғалімдермен бірге дамисың. Одан кейінгі нәрсе универдегі көп балалармен танысып үлгеру керек та. Жалпы кейін олардың бір-біріне жаңағы поддержка боласыңдар, бір-біріңе көмектесесіңдер деген сияқты. Бұл енді нетворкинг қой. Осы үш нәрсені айтар едім. Иә, менде де сондай оқиға бар. Досым бар, Еламан деген. Қазір Сбербанкта Android разработчик болып істейді. Оның бір командада, бэкенд командасында Руслан Юнусов деген болған, бізде СДУ-да мұғалім. Сөйтіп екеуі бір командада дәл сіз айтқанға келді ғой. Келесі сұрақ, онда Алап Steam қандай проекттармен айналысады, құпия болмаса? Біз аутсорспен айналысамыз, жалпы заказдар қабылдаймыз. Бірақ қазір өзіміздің проекттер бар, оларды енді айтпай қояйын. Өзіміздің продукттар бар, жасап жатқан, шыққан продукттарымыз бар. Енді аутсорс деген оны айтпай қояйын. Жалпы үлкен проекттер алудамыз. Егер Алапстың сайтына кірсек, мұнда YouGov Mobile, Казпочта приложение тұр, iOS. Ашық екен ғой. Смарт-контракт NIT дейді. Единый портал интернет-ресурсов NIT. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болса, аудио қосып сұрай берсеңіз де болады. Фронтенд жайлы қазақша талқылаулар, видеолар болады ма тағы? Ол Бекнар сізге сұрақ шығар. Маған сұрақ па? Маған сұрақ болса, білмеймін, менде әлі IT саласын қанша сала бар, соның бәрін өтіп шығу керек. Фронтенд қалды ғой енді. Мен өзім планды айтып жүрмін енді. Мен жақын арада дегенде 1-2 жылдың ішінде бұйырса курстар ашу мүмкін. Онлайн, офлайн немесе ютубта бір осындай подкаст сияқтына жалпы сондай ойда бар. Бұйырса қарап отырыңыздар Инстаграм. Подписывайтесь, ставьте лайки. Міндетті түрде мен қазақша жүргізем. Өзім де осындай қазақшаға жақын болғандықтан. Компанияңызда процесстер қазақша жүреді ма? Біздің компанияда жоқ, қазақша жүрмейді. Жалпы IT компанияның бәрінде орысша. Менде бір проект болды, өзімде текст задание жазу керек болды маған. Жалпы сол кезде қазақша бастадым. 1-2 сөйлемнен кейін шаршап кеттім өзім. Қазақша қиындау, жалпы терминдер дұрыс аударылмайды бізде. Жолға қойылмағанда communication деген коммуникация деп аударса да орыстар. Бізде қазақшада коммуникация орыстан алады. Сондықтан кішкене қиындау қазақша жазған. Жалпы біздің қазіргі компанияда, бұрын істеген компанияның бәрінде орысша көп нәрселер талқыламыз. Бірақ менің өзім айналамда қазақша балалар көп. Жалпы былай жұмыс уақытында қазақша сөйлесеміз әрине. Бірақ документ жазу деген сияқты кейбір жағдайларда біз орысша істейміз. Әрбір ол қазақша сөйлегеніне, орысша сөйлегеніне ағылшын терминдер ғой қолданыста. Көбінесе ағылшынша кетеді. Бізде бір мынандай болған, бұрын істеген компанияда ағылшынша тырысып көрдік. Жиналыстарды ағылшынша өткізуге жалпы көрдік. Бір жарты ай ма сондай істедік. Сонымен қалды.
Бірінші естіп тұрмын мен негізі. Қазақстанда осындай компания ағылшынша сөйлеген. Андроидқа да вакансия болады ғой, алып Steam'да. болу керек. Біздің компания тек фронт емес, жаңағы бэкэнд, Android, iOS, бизнес-аналитика, UI, UX дизайнер бәрі бар. Бэкэндті қай тілде жазасыздар? Бізде проект көп болғандықтан, көп проекттерде енді Java-да жазады, Java Spring. Кейбіреулер бар, Go-да жазады, кейбір проекттерде Go-да жазған. Ақжолтай мырза жинаған сілтемелер тізімі менде бар. Қазір осы шайдан кейін Телеграмға жіберем. Сол жерде барлық роудмаптар, соңғы кеңестер жазылған. Тексеріңіздер. Программингтан fundamentals қалай мықты етсе болады? Есептер шығарып тұру керек жалпы. Бұдан кейін ол өзімде байқадым, есеп шығару кішкене қиындау. Сондықтан арасында осындай подкасттар тыңдау керек жалпы. YouTube-та көп. Осы жалпы философиясы программирование деген сияқты соларды тыңдап, соларды оқып, неше түрлі программирование өте үлкен ғой. Соны оқи беру керек жалпы, көре беру керек қалай екен. Тағы да айтқым келіп отыр, ментор табу керек жалпы. Бір сөйлесетін, ментор болмаса да, бір ақылдасып, бір сұрақтар қоятын, сондай бір мықты программист табу керек. Тағы бір-екі сұрақ қойық, онда болса чатқа жазып жіберіңіздер. Фронтендтің болашағын қалай елестетесіз дейді. Не деген сұрақ? Керемет. Күшті сұрақ екен. Фронтендтің болашағы, фронтендтің саласы өте непредсказуемый дейді. Білмейсің да не болатын. 10 жыл бұрын ғана, мысалы 2009-да jQuery ғана болды. Қазір қаншама фреймворк бар. Жалпы неше түрлі болжамдар бар. WebAssembly деген бар, низкий уровень, сондай езікті тілде жазамыз дейді. Сондай бір болжам бар. JavaScript басқа бірімен заменить етеміз дейді. Жалпы фронтенд осы 10 жыл примерно болады деп ойлаймын JavaScript-та, мен өзім ойымша. JavaScript құрмайды. JavaScript өте біздің негізге, өмірімізге өте қатты сіңіп қалды. JavaScript тек қана браузерде ғана емес, ол JavaScript кейбір JavaScript-та компьютерлерге программа жазуға болады. JavaScript-та қазір бэкэндке көшіп жатыр, Node.js. JavaScript неге көшіп жатыр? Мобильная разработкаға. React Native бар, Ionic деген бар. Жалпы осылардың, фронтендтің несі, болашағы әлі алда деп ойлаймын да, өзім өте үлкен. Ал енді мобильная разработка фронтендтен де не сияқты, менің ойымша, непредсказуемый сияқты. Ол жерде осы бұрында бір 5 жыл бұрын ғана ма, Objective-C болды iOS-та, мен точно білмеймін жылдарын. Қазір Swift-те 5 жыл бұрын Java-да жазып жүреді, Kotlin-ға көшіп кетті деген сияқты. Тағы 5 жылдан тағы бір басқа тілге көшіп кетеді шығар. Сондықтан веб-тің болашағы үлкен деп ойлаймын. JavaScript білсеңіз, бэкэндке ауысып кетуге болады, мобильный разработкаға кетіп қалуға болады, React Native-пен деген сияқты. Сол, болашағы жарқын деп ойлаймын.
CV жазуда қандай кеңес бересіз? Резюме ма? Резюме жазуда менде былай балаларым бізге жібереді, резюмелерін қараймын. Резюмені өте үлкен, күшті қылып жазып қояды. Бірақ менің өзім ойымша, жаңа айттым ғой, жуниорға не керек деген кезде, hard skills мен soft skills именно сол керектерін ғана жазып қою керек сияқты. Мысалы, сіз кейбіреулер болады, бір танысып көрді, мысалы view-ді көрді, в основном ол реактор жазады, view-ді көрді да, и все, view-ді CV-ге қосып қояды. Бір проект жасады, CV-ге қосып қояды. Ол дұрыс емес деп ойлаймын мен. Себебі неде собеседованиеде міндетті түрде сол туралы сұрақ қойылады. Сіз оны жауап бере алмай қалуыңыз мүмкін. Ол артық информация да. Сіз реактпен-ақ CV-іңіз нормально. Сонымен-ақ барып кез келген жерге резюмеңізді тастап барып собеседование өтуіңізге болады. Сондықтан ондай артық информацияларды кішкене ғана білетін нәрсені жазып керек емес. Басты нәрсені жазу керек. Менің сондай ұсынысым бар. Қазір сондай ауру бар ғой, неде Udemy'да бірде курс оқиды да 3 апталық. Соны CV-ге жазады. Ондай мысалдар көп болды. Мен де досым жақында бір компанияға тапсырып, бір болмайтын технологияны жазғанда, интервьюер сол технологияда жатып қалған адам екен. Алды да қадап тастады, содан кейін болды. Жалпы IT жолындағы мақсатыңыз қандай? Жалпы IT жолындағы мақсатым. Мен IT жолындағы мақсатым өте үлкен. Айта берейін, Қазақстан IT-ін дамыту деген үлкен бір мақсат қойып қойған өзіме. Тырысып жатыр. Әзірге ол мақсатта көп шаруа істелген жоқ. 2-3 стажер дайындадық. Қазір бірге жұмыс істеп жатырмыз. Тағы да стажерлар дайындалғым келеді. Стажер емес, жалпы мықты мамандар дайындалғым келеді. Жаңағыдай, жаңа айтып кеттім, YouTube канал ма, әлде осындай стрим ба, әлде курстар ма, сондай ашам бұйырса. Сондай менің мақсаттарым. Жақсырақ мынау. Керемет. ПВА жайлы не айтасыз? Мобильді приложенияның орнын баса алады ма? ПВА деген енді білмейтіндерге, естімегендерге айтып кетейін. ПВА деген ол Progressive Web App деп аталады, Google жасаған. Ол сайт, просто оны сайтты сіз мобильный приложение ретінде сақтап қоюыңыз болады. Ол сіздің интернетіңізді өшіріп тастаса да жұмыс істей береді, мобильный приложение сияқты. Істей береді, запростар кетпейді әрине, бірақ состояниені сақтап тұрады. Оның да плюстар мен минустар бар, бірақ мен оны мобильный приложениенің орнын баса алады деп ойламаймын. Мобильный приложение дегенде мобильный приложение сұрақ мынандай, нативті ауыстыра ма дегенде, iOS Swift разработканы және Android разработканы ауыстыра ма. Үйтіп ойламаймын, жаңағы ПВА-ның жалпы фронтта жазылатын бүкіл нәрсе мобилкаға қойған кезде, ПВА болсын, веб-вью болсын, олар кейбір нәрселерді жасай алмайды мобильный сияқты. Сондықтан ол әзірге қазір енді 5 жылда, менің ойымша, алдыңғы 5 жылда ол өзге орын баса алмайды. No-code деген бар ғой қазір. Танымал болып баратыр. Сол туралы айта кетсек саған. No-code деген естімеппін. Естімеді, жарайды. Қарау керек. Жаңалық көп та айтыда бәрін айта алмайсың. Так, Едіге мырзаның сұрағына жауап бермей қойып, айта кеттік қой жоспар туралы. Онда мына соңғы сұрақ болсын. IT жолында қандай скиллстар үйрендіңіз? Сізге IT не берді? IT не берді? IT жақсы зарплата берді. Жақсы достар таптым. IT саласында адамдар сондай бір
өзімен өзі жүретін, жаңағы ешкімде шаруасы жоқ сондай кісілер ғой. Сондай жақсы достар таптым, жақсы мұғалімдер, ұстаздарым бар. Өзім директорларым бәрі құдайға шүкір жақсы болды. Бірге жұмыс істеген адамдардың бәрі жақсы болды жалпы. Одан кейін өзімнің жалпы ойлау жүйем сондай болып кетті да, кішкене алгоритм сияқты ойлайсың, әр нәрсені структурировать етіп тастағың келеді. Былайша айтқанда, бұл жақсыға өзгерді деп ойлаймын. Өзім ойлау қабілетін, ойлау жүйесі. Логика мықты дамиды, жаңа есептер шығара бергеннен кейін, алгоритмдер жазғаннан кейін логикаң жақсы дамиды. Сондай. Жауабыңызға рахмет. Жақсы, онда бір сағаттай отырыппыз. Ақжолтай мырза, келгеніңіз үшін рахмет. Және де біздің тыңдармандарымызға өте жақсы сұрақтар болды. Бәріне баршаңызға рахмет. Онда келесі эфирде кездескенше. Сізге де, Бекнар, көп рахмет. Өте өзіме қызық болды, мына сұрақтарға жауап берген, өзім ішімде жүрген нәрселерді айтып. Сұрақтар да өте керемет болды.